линкас тұмау мен суық тиюді жөтелді табиғи емдеу. Құрамы: тамырлы атхатот жапырақтары, жалаңмия жапырақтарының қою сығындысы, ұзын бұрыш жемістерінің қою сығындысы, жұпар шегіргүл гүлдері, дәрілік сайсағыз жапырақтары, үлкен калган тамыры, жалпақ жапырақты кардия жемістері, дәрілік жалбызтікен тұқымдарының қою сығындысы, қарапайым зизифус жемістері, гүл қасындағы аносма жапырақтарының қою сығындысы. Қасиеті: муколитикалық, бронхолитикалық, бронхтар түйілуін басып, тыныс алуды жеңілдетеді, қақырық түсіретін және ентікпеге қарсы әсер етеді. Жалпақ жапырақты кардия антисептикалық, ауруды басатын және спазмолитикалық әсер береді. Жұпар гүл шегіргүл микробқа қарсы, ол ыстықты түсіретін, құрамында метилсалицилат бар, тыныштандыратын, спазмолитикалық және қабынуға қарсы қасиеттерге ие, жөтелді жұмсартады, тітіркенуді басады және қақырықтың жылдам шығуына ықпал етеді. Қарапайым сизифустың құрамында витаминдер А, В, С, В каротин, амин қышқылдары, микроэлементтер, майлар, органикалық қышқылдар бар. Қақырық түсіретін, сергітетін және бактерияға қарсы қасиеттерге ие және тамақтың ауруын азайтады. Жоғары тыныс жолдарының қабыну үдерістері кезінде ларингит, трахит, бронхитте жұмсартқыш және жөтелге қарсы әсер етеді. Қолданылуы: ересектерге 2 шай қасықтан күніне 3-4 рет, балаларға 6 айлықтан 3 жасқа дейін жарты шай қасықтан күніне 3 рет. 3-тен 8 жасқа дейінгі балаларға 1 шай қасықтан күніне 3 рет, 8-ден 18 жас аралығында 2 шай қасықтан күніне 4 рет. Емдеу курсы 5 және 7 күн арасы.